Бүгін біз қуу деп аталатын экшн және комедия туралы сөйлесетін боламыз. Бізді алда спойлерлер күтіп тұр. Сақ болыңыз және сақ болыңыз. Бірінші көріністе Джек есімді адам 1989 жылы шыққан күміс түсті Volkswagen Rabbit көлігімен жанармай құю станциясына келіп, ішке кіреді. Бұл тәулік бойы жұмыс істейтін дүкен. Джек компьютер мен лотерея билетін сатып алып жатқанда, журналдарды ақтарып жатқан әйелді көруге болады. Сосын артына бұрылып, бір сәт әйелге бір қарап тұрады. Бір уақытта полиция көлігі учаскеге келеді. Ал екі полиция қызметкері дүкенге кіреді. Олардың қатысуы Джекті қобалжытады. Кассада бірдеңе дұрыс болмағандықтан, ол кетер алдында әйел мен полицейлер кезекке тұрады. Кенет полицейлер полицияның рациясынан 1989 жылғы күмістей Volkswagen Rabbit көлігінің ұрланғанын естіп, бірден Джекке күдіктенеді. Қашып кету үшін Джек әйелді ұстап алып, полицейлерге әйелдің қолына қысылған компьютерін пайдаланып, қаруларын алмаңыздар деп айқайлайды. Оның мылтығы бар деп алдау үшін қайтып кел. Ол кассирге екі полицейдің мылтығын алып, қалтасына салуды бұйырады. Ол солай істейді және оларды алған бойда Джек компьютерін нағыз мылтыққа ауыстырады. Сосын олардың барлығына жерге жатуды бұйырады да, әйелді көлігіне сүйреп апарып, асығыс кетіп қалады. Осы жерден бірнеше блок жерде кинопродюсер мен оның операторы полиция туралы деректі фильм түсіріп жатыр. Және офицер Доббсқа қосылды. Ол офицер Фиггисті патрульдік көлігінде айдап бара жатыр. Кенеттен олар полиция рациясынан ұрланған қызыл BMW көлігінің соңғы үлгісі туралы естіді. Онда қарулы және өте қауіпті ер адам әйелді кепілге алды. Доббс пен Фиггис жақын жерде және олар қуа бастады. Осы уақытта Джек BMW көлігінде отырып, үнемі қылдаған дыбыстар шығаратын әйелден күртешесін шешіп жатқанда рөлді ұстап тұруын сұрайды. Ол оған шу шығаруды доғаруын айтады. Өйткені ол оны қауіпсіз болған кезде шығарады. Бірақ ол оған көмектесе алмайды. Джек темекі тұтандырғышын қосып, мұндай көлікті қалай алуға болатынын сұрайды. Ол оған жауап береді. Әкесі оған не сыйлағанын әлі де қыңсылап отыр. Әйел еш себепсіз кенеттен оттықты розеткадан суырып алып, Джектің мойнын күйдіреді. Содан кейін Джек оған айқайлайды. Дәл сол сәтте олар абайсызда оттықты орындыққа түсіріп, көлікті түтінге толтыра бастағанда, Доббс пен Фигга оларды байқайды. Джек әйелге оттықты ал деп айғайлайды. Ол оны терезеден лақтырып жібергенде жасайды. Бұл Джекті одан сайын ашуландырады. Өйткені ол қазір темекі тарта алмайды. Содан кейін жоғары жылдамдықты көлікті қуу басталады. Бұл арада Доббс деректі фильмге түсініктеме берді. Егер олар BMW-ні назардан тыс қалдырса, олар әйелді енді ешқашан тірі көрмеуі мүмкін. Тар жолдарда жылдам жүріп келе жатқанда және көліктердің ретсіз ағынында продюсер екі офицерден полицейлердің жұмысында нені жақсы көретінін сұрай бастайды. Оған Доббс бұл оны Брюс Спрингстин сияқты сезінеді деп жауап береді. Және оған ұнайтын Сильвестр Сталлоне. BMW көлігінде бір әйел Джекке көлікте құсып жатқанын және Джектің жылдамдығын бәсеңдеткісі келетінін тағы да айтады. Бірақ Джек полицейлер сізді қуып келе жатқанда жылдамдықты төмендетпеу керектігін түсіндіріп, басын терезеден шығарып салуды айтады. Ол осылай жасайды. Жүрегі айнып, Доббс пен Фиггистің көлігіне соғылады. Фиггис қосымша күш сұрайды. Бірақ қалған көліктердің барлығы капитанның жерлеу рәсімінде екенін хабарлайды. Ал полиция бөлімшесінде бас бойылғы көліктің Калифорниядағы ең бай адам Далтон Восстың жалғыз қызы мисс Натали Воссқа тиесілі екені хабарланды. Содан кейін бас бойл оларды 20 көлік қуып жету керек деп айқайлап, жерлеу рәсімінен көліктерді пайдалануды талап етеді. Доббс бір уақытта продюсерге олардың бүгін шынымен алтын жеңіп алғанын айтады. Көлікке қайта мінген Джек Наталиге Мексикаға қашып кететіндерін айтады және ол оны шығарып салуын өтініп айқайлайды. Олар тас жолға шығып, жылдамдықты арттырады. Доббс ашуланады. Өйткені тас жолдың кесірінен тарифтер көтеріліп жатыр. Басқа бірдеңені жазып жатқан жаңалықтар тілшісі кенеттен тікұшақтан қуып келе жатқанын байқап, оны эфирге жібереді. Кенеттен олар медициналық училищенің жүк көлігін қуып жетеді. Ол бақылаусыз дірілдей бастайды. Соның салдарынан мәйіттер тас жолға түсіп кетеді. Олардың бірі Доббстың көлігіне қонады. Одан Фиггис шығуға тырысады. Натали анда-санда айқайлайды. Ал Джек әр жолы жүрек талмасына ұшырайды. Ол Джектен мылтығын алып тастауын сұрайды. Ол мұны істемейді. Бірақ ол жоқ кезде оның өте жақсы жігіт екенін түсіндіреді. Ол оған сенбейді. Полиция тікұшағы қууға қосылды. Ал Джек оның неліктен үнемі нашар жұмыс істейтінін түсіне алмайды. Ал Натали мұның бәріне өзі кінәлі болуы мүмкін екенін айтады. Джек оларға жақынырақ танысуды ұсынады. Оның есімі Джек екенін айтады. Бірақ Натали оған қаруын, тапаншасын алып тастамайынша айтпайды. Ол қазір істеп жатыр және ол оған Натали Восс екенін айтады. Джек таң қалды және полиция енді оны Далтонның бастығының ақшасын алу үшін ұрлап кетті деп ойлайтынын түсінді. Бірақ Натали оның бұрын кім екенін білмейтініне сенбейді. Джек үрейленіп, өзін шынымен ешкімді ұрламағанына сендіруге тырысады. Бірақ Натали оған ұрланған болса да, оның әлі де сонда екенін еске салады. Бір уақытта жаңалықтарда Натали Восстың көлікте отырғаны және ұрлау төлем алу үшін жасалған болуы мүмкін деген ақпарат бар. Далтон Восс полиция бөлімшесіне жаңа әйелімен бірге полиция бастығы Бойлға қатты айғайлап келеді. Көп ұзамай олар Джектің бейнежазбасын тауып алып, оның түрмеге ауыстыру кезінде күзетшілерден қашып кеткені үшін, қарулы банкты тонағаны үшін сотталғанын біледі. Доббс пен Фиггис мұны естігенде, Доббс мұның шынымен жаман екенін айтады. Бірақ продюсер мұның керемет екенін айтып, қатты қуанады. Полицейлер Джекті үнемі ақылсыз, ақымақ және қауіпті адам ретінде сипаттайды. Джек полицейлердің қаруларын алып жатқанын көргенде,
ол тапаншасын алып, полиция көлігінің дөңгелегіне оқ жаудырып, оның аударылып кетуіне себеп болды. Содан кейін жаңалықтарда Джек өзінің мергендігінің арқасында бұрынғы теңіз жаяу әскері деген болжам бар. Алайда, шын мәнінде Джек бірдеңені қағып алғанына таң қалды. Өйткені ол тіпті атқысы да келмеді. Ол жай ғана жұмыс істеді. Джек Наталимен әңгімесінде зорлық, зомбылықты жек көретінін айтады. Бірақ Натали Джек бұл сөздің анықтамасы деп ойлайтынын айтады. Содан кейін Джек оның білегінен ұстап, оның зорлық, зомбылыққа бейім екенін және нағыз қатыгез адам емес екенін айқайлайды. Ақырында Натали тынышталып, Джектің шын мәнінде кім екенін сұрайды. Джек өзінің жасамаған қылмысы үшін сотталғанын және жүйе оған сенбейтінін түсіндіріп, одан бұдан артық күтпейтінін айтты. Ол да оған сенбейтінін растайды. Кенет көлікте телефон шырылдады. Ал сымның екінші жағында полиция бастығы Бойл Джектен жол жиегіне шығып кетуін сұрады. Оған Джек жоқ деп жауап берді. Содан кейін Далтон бастаманы өз қолына алады және егер ол Наталиге зиян тигізсе, Джекті өлтіремін деп қорқытады. Бірақ Джек Наталиді әкесіне оның жақсы екенін айтуға мәжбүр етеді. Далтон Джектің қанша ақша алғысы келетінін сұрайды. Бірақ Джек оған ештеңе керек емес екенін айтады. Далтон $50,000 ұсынғанда, Джек оның миллиардер болғаны үшін қызының құны осы ма деп тікелей сұрайды. Далтон Наталиді бәріне кінәлай бастайды және ол кешірім сұрауы керек. Бірақ содан кейін Джек араша түсіп, Далтонға ашуланып, оған ешкімнің қызын ұрлады деп айыптамайтынын және оның істеген ісінен ұялуы керек екенін айтты. Ол дағдарысты бастан өткеріп жатқанда өзін одан да нашар сезінеді. Содан кейін телефонды қояды. Натали Джекке оның істегеніне таңырқап қарап, оның әкесімен ешкім бұлай сөйлеспегенін айтады. Джек мұның себебі әркім одан бірдеңе алғысы келетінін айтады. Оның ішінде ол мұны жоққа шығарады. Бірақ Джек әкесінің оған кішкентай қыз емес, әйел ретінде қарағанын қалайтынын мойындайды және ол мұның рас екенін растайды. Көп ұзамай Натали өзінің ақшасы үшін Далтонға тұрмысқа шыққан өгей шешесін, сондай ақ досына көбірек ұқсайтын нағыз анасын жек көретінін айтады. Оның ренжігенін және олардың барлығын тастап кеткісі келетінін айтқан анасына қарағанда, кенеттен Джектің адвокаты Джекті жаңалықтардан көріп, бас Бойлға қоңырау шалып, Джекпен сөйлесу үшін BMW телефон нөмірін сұрады. Бұл арада жаңалықтарда Наталидің көлікке байланып, қатты қорқып кеткен болуы керек деген болжамдар пайда болды. Бірақ Джек пен Натали радиодан шыққан музыкамен бірге ән айтып, жақсы уақыт өткізе бастаған сияқты. Кенеттен телефон шырылдады. Бұл Джектің адвокаты Ари, олар оның кінәсіз екенін, бірақ ол тоқтаған жағдайда ғана бір нәрсені анықтай алатынын айтты. Джек мұны істей алмайтынын айтады. Бірақ Аридің оған әрқашан сенгеніне ризашылығын білдіреді. Натали бәрін естіп, Джекке жанашырлық таныта бастайды. Кенет телефон қайта шырылдады. Бұл жолы 9-шы жаңалықтар арнасының адамы бензині таусылғанда не істейтінін сұрағысы келеді. Джек оған Наталидің қорқынышы мен өзінің үмітсіздігі көңіл көтеру үшін жеткілікті болу керек деп айқайлап, телефонды сындырды. Бір уақытта Мексика шекарасында жүк тиегіштер мен арнайы жасақ тобы ашылып жатыр. Көлікте Натали Джекпен сағызын бөлісіп, оның неге қашып бара жатқанын сұрайды. Джек біраз уақыт бұрын балалар кешінде сайқымазақ болып өнер көрсеткенін түсіндіреді. Ол үйде бейсбол ойнап отырғанда, қаланың арғы жағындағы біреу сайқымазақ киімін киіп банкті тонап кеткен. Джекпен көрші тұратын қарт әйел полицияға хабарлаған, ал полицейлер келіп, оның сайқымазақ костюмін тауып алған кезде оны қамауға алған. Ари оған жазықсыз адамдарды түрмеге жаппайтындарын айтты, бірақ ол қателескені анық. Натали оны сайқымазақ ретінде көрсетуге тырысып жатқанда, кенет құбыжық жүк көлігі олардың үстінен өтіп кетті. Алайда ол жіберіп алып, аударылып қалады. Содан кейін ерлік көрсетуге тырысқан екі жүргізуші көліктен жарылғанша дер кезінде шығып үлгереді. Сонымен бірге Ари Джектің тонауы және оның неліктен тонау ісі бойынша кінәлі деп танылғаны туралы сұхбат алады және Ари түсіндіреді. Нағыз қарақшы қылмыс жасау кезінде абайсызда қолын кесіп алған. Сен одан қан ағып жатқанын көрдің. Оның А тобына жататыны анықталды. Джектің тобындағы қаны бар. Бірақ сынаманың дұрыс алынбауына байланысты бұл сотта жарамсыз деп танылды. Көлікке қайта мінген Натали Джектен оның қашан сотталғанын сұрайды және ол кеше болғанын айтады. Енді ол оның көлікті ұрлауының себебін түсінді. Ол жүгіріп келе жатты. Сондықтан полицейлер дүкенге кірген кезде ол қорқып, оны ұстап алды. Ол Джекке қазір оның тарихына сенетінін айтады. Бұл арада Доббс продюсерге өзінің телепатиялық қабілеті бар екенін және өзін пайғамбармын деп санайтынын айтып, тоқтаусыз сөйлеседі. Өйткені ол адамды қылмыс жасамас бұрында ұстай алады. Фигус Доббсқа қарап тұр. Ол есінен танып қалғандай. Кенеттен Наталидің жағдайын көру үшін BMW көлігіне жаңалықтар фургоны келеді. Бірақ жүргізуші соқтығыспау үшін кенет қозғалыс жасап жатқанда оператор кездейсоқ камераны түсіріп алады. Кейінірек Натали Джекке оның көптеген жігіттері болғанын, бірақ олардың барлығы жеңіліске ұшырағанын айтады. Натали де өзін сәтсіздікке ұшырадым деп санайтынын мойындады. Бірақ Джек оны бірден оның талғампаз әйел екенін бірден түсінгеніне сендірді. Өйткені олар бір-біріне жылдам көзқараспен қарады. Жанармай құю станциясында ол олардың алғашқы қарым-қатынасы туралы пікір білдіріп, Джекке оның мылтығын арқасынан қажетсіз қатты ұрғанын айтты. Джек ешқашан мылтық болмағанын, тек кәмпит бар екенін түсіндіріп, оны көтеріп алды. Натали күле бастайды. Содан кейін олар кәмпиттерді бірге бөліседі. Жаңалықтар Наталидің көлікте қатты қорқып кеткенін, ұмыту қаншалықты оңай екенін атап өткенімен, біз Наталидің Джектің мойнындағы күйігін емдеп жатқанын және одан кешірім сұрағанын көреміз. Содан кейін Натали Джек сияқты ешкімді бұрын соңды кездестірмегенін айтады және оның әйелі немесе құрбысы бар жоғын сұрайды. Ол жоқ деп жауап береді. Содан кейін ол ғашық болып бара жатқанын айтып,
оны сүйе бастайды. Ол оның үстіне шығып, Джектің тізесіне отырады. Ол көлік жүргізіп келе жатқанда, оны құмарлықпен сүйеді. Фигис шекараға дейін 10 миль бар екенін атап өтті. Ал Доббс риторикалық және ашулы түрде Джек неге жолда жиі болғайтынын сұрайды. 9 мильден кейін күн батып кетті. Ал Натали Джекке шекарадан өтіп, бірге жайлы өмір сүру үшін әкесінен ақша бопсалауды ұсынады. Джек бұл жұмыс істей алатынын айтады. Ал Натали оған мұның бәрі өте романтикалық екенін қуана айтады. Олар шекараға қарай келе жатыр. Ал Джек жүк тиегіштерге соғылып қалмас үшін тежегішті қатты басуы керек. Ал тоқтаған кезде ол тез кері бұрылып, қозғалысқа қарсы жүру үшін бұрылады. Полиция бастығы Бойл ашулы, өйткені полиция абдырап қалды. Содан кейін Джек жолдан шығып, қақпадан өтіп, мұнай кен орнында қалады. Ал Натали қуаныштан күледі. Полиция оның соңынан ереді және олардың барлығы шеңбер бойымен жүреді. Жаңалықтар комментаторлары Джек полиция қызметкерлерімен сырласқаны үшін ұзақ мерзімге түрмеге жабылады деп үміттенеді. Джек Наталиден онымен бірге жүруге шындап кірісетінін сұрайды. Ол мұны істеп жатыр, өйткені ол олардың қашқын болғанына өте қуанышты. Бірақ содан кейін Джек кенеттен көлікті тоқтатып, полиция оларды қоршап алды. Доббс пен Фиггис көліктен түсіп, Джекке көліктен түс деп айқайлайды. Джек Наталиге оның өмірін құрту үшін оған тым көп көңіл бөлетінін айтады. Ал Натали ренжіді. Джек мылтықты Наталидің әмиянына салып, оған сенгені үшін алғыс айтып, сыртқа шығып кетуін айтады. Джек оның қолынан сүйген кезде ол көзіне жас алады. Содан кейін ол кетіп қалады. Фигис оны полиция көлігінің артына апарып, тірі қалу бақытына ие болғанын айтады. Доббс дауыстап ойланады және Джек оны атып тастау үшін бірдеңе жасауға тырысады деп үміттенеді. Джек көлігінде темекісін тұтатып, сол күнгі барлық оқиғалар туралы ойлана бастайды. Дүкендегі адам ұрлау, көлік апаттары мен қатты жарылыстар және әрине Натали. Содан кейін ол бір қолын артына қойып, барлық полицейлердің оған айқайлап жатқанын көріп шығады. Содан кейін кенеттен қолын тапанша тәрізді ауаға лақтырып, полиция қызметкерлеріне нұсқайды. Ол дереу оққа ұшып, жерге құлап, қансырап жатыр. Бірақ содан кейін, бірнеше минуттан кейін, біз Джектің әлі де көлігінде отырғанын көреміз және ол мұның бәрін есіне алды. Оның орнына ол қолын көтеріп шығып, полицияға оны тұтқындауға рұқсат береді. Ал Доббс оны қаншалықты өлтіргісі келетінін айтады. Дальтон пайда болып, Джекке жақындап, оның бетінен жұдырықпен ұрады. Деректі фильмнің продюсері мен операторы жүгіріп келіп, болып жатқанның бәрін қуанышпен түсіріп жатыр. Натали Дальтонға Джектің кінәсіз екенін айтады. Бірақ ол оны елемей кетіп қалады. Содан кейін Натали продюсер мен операторды көріп, әмиянынан мылтық алып, барлығының назарын аударып, аспанға атып жібереді. Содан кейін продюсерді кепілге алып, полицияға Джекті босатуды бұйырады. Полицейлер оны тоқтатуға тырысқанда, ол тікұшақты атып тастайды. Ол жарылып, оның байыпты екенін көрсетеді. Олар Джектің кісендерін құлықсыз шешіп алады да, екеуі жаңалықтар арнасының тікұшағына қарай бет алып, оны ұрлап кетеді. Дальтон дуэттің кетіп бара жатқанын және Джектің адвокаты Аридің теледидардан не болып жатқанын көріп, күліп тұрғанын көргенде үнсіз қалған сияқты. Соңғы көріністе біз Джек пен Наталидің Мексикадағы әдемі жағажайда күнге күйіп, бірге тамаша уақыт өткізіп жатқанын көреміз. Осымен бітті. Тамашалағандарыңызға рахмет. Осындай бейнелерді көбірек көргіңіз келсе, міндетті түрде жазылыңыз және бізге көмектесу үшін лайк түймесін басыңыз. Келесі жолы болғанша абай болыңыз.